Құрметті көрермендер, Каракчай саласы екінші бөлім. Кербес ханым, Ролан мырза, одан кейін бізде осы Каракчай заводының фабрикасының иесі. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз. Қош келдік. Болғандарыңызға рахмет. Өткен видеода естеріңізде болса, осы фабрикадан видео бастағанбыз. Осы фабрикамен тағы да үшінші бөлім ғой, қателеспесем. Үшінші бөлім. Негізген толыққанды шыққан екінші бөлім. Бүгін сіздерге жаңа өніммен көрсетеміз. Қазір шығып отқанымыз бұл бізде Дубайда, Францияда, Америкада, көрші Өзбекстанда, Түркменияның өзі айына бір фура алатын капучино чайы. Чай деген кофе деп айтсақ болады. Бұл да толыққанды дайын түрі. Құрметті көрермендер, Каракчайдың не жаңалық болып жатыр, кімдер іздеп жатыр, Каракчайдың бір фурасынан қанша пайда қалады деген сұрақтарға бүгін жауап береміз. Орташа есеппен 50-60 миллионның арасында таза пайда қалатын бір фурадан дистрибьюторлерге арналған керемет бір жаңалықпен бүгін бұйыртса бөлісетін боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер, өндіріспен таныстырамыз, складты көрсетеміз, өткенге толыққанды есеп береміз. Өткенге есеп, қалайсыздар? Қош келдіңіз. Жақсы. Рахмет, әуежайдан тікелей осында келдік. Таңғы асымыз осындай Каракчаймен ашып отырмыз. Мынау қантсыз түрі екен, мынау капучино. Қантсыз түрі маған өте қатты ұнады. Дәмі өте мықты. Енді Каракчайды мақтамас бұрын өткенге есеп алып алайық. Яғни мақтайтын да жайы бар, өйткені бізде жақында үй сатқанбыз. Үй сатқан кезде сол үйді алған адамдарға осы Кербес ханым беріп кеткен маған Каракчайдың. Бір несін тыстап кетіп едім. Одан үйде картинка қалып қойған, сурет, мамамның сыйлаған сол үйге. Соны алуға барсам, сол кісілер олан дейді да, мен Стамбулдан іздетіп отырмын дейді да, мына чайды. Сіздер Стамбулдан алдым дегеннен таппай отырды дейді. Сіз айттым, оны таппайсыздар олай. Бұны дистрибьюциясы осы Кербез деген кісілерде, солардан алсаңыздар болады деп номерларыңызды беріп кеткен болатын. Сондықтан бұл чайды кім-кімге берілмес, сыйлыққа әйтеуір. Бәріне ұнап, бәрі одан кейін іздеп жатыр. Яғни көңілінен бәрінің шығып отыр деп айтсақ болады. Енді дәмін тартасыз, одан кейін байланады ғой, былайша айтқанда жіпсіз байлау дейді ғой. Өнім мықты болып тұр. Өткенге енді есептеп отырмыз. Өткенде алған адамдарда не жаңалық? Возврат болды ма? Возврат мүлде болған жоқ. Сатамай қалдым дегендер бар ма? Мүлде болған жоқ, шүкір. Кішкене ренжіген адамдар бар еді ғой, ренжіштер тарады ма дәмін көргеннен кейін? Дәмін, бұл товардың почти барлығы товарды көрмей жатып, ішпей жатып сатылып кетті ғой. Дәмін көргеннен кейін, жаңа ренжіген кісілердің барлығын шайды ішкеннен кейін рахметін айтты. Нелері, ашулар тарап кетті? Ашулар тарады, кейін заказ берді. Қаланы алған дистрибьютерлер товарларын сатып, бір апта 10 күнде сатып, қазір қайтадан бізден товар күтіп отыр. Бір аптада сатқан кім? Атырау сатты, Ернар. Атырау сатты. Ол Америкада. Атырау сатты. Ғабит деген кісі бір 3-4 күнде мен барлығын. Ернар деген бауырымыз Америкада, Нью-Йоркта осы біздің видеоны көріп, Қазақстанға келіп, Атыраудың дистрибьюциясын алып, бір тонна товар алды ма? Көбірек, одан көбірек. Пробаға ол кісі мүлдем ішіп та көрген жоқ, ұстап та көрген жоқ. Америкада отырып алды, товарын жібердік біз, одан кейін ол кісі барып, бір аптада сатып. Аудиосын жаңа тыңдап. Аудиосын берген мүмкін қосып кетсек те болады. Тағы да не бар, не қосып сатуға болады, не жаңалық. Жалпы тағы да тапсырыс берем деп отыр екен. Одан кейін? Одан кейін бізде Астананы алған кісілер, дистрибьютері товар алған кісілердің барлығы сатып жіберді товарын. Енді барлық товар күтіп отыр бізден. Бұйыртса товар Алматыда қашан болады? Товар бізде Каракчай заказ беріп қойдық. Заказымыз шықты, дайын. Ертең понедельник отправка болады. 20-шы қыркүйек күні бізде Алматы қаласына болады иншалла товарымыз. Одан бұл Каракчайдан дистрибьюторлардан бөлек майда чекке алғандар да бар ғой сіздерде? Майда чекке алғандар кісілер бар. Дүкендерге сатқандар бар. Чайханаларға сатқандар бар. Чайханаларға сатқан кісілер. Соларда қалай, қанша стакан сатылыпты? Бізде Алматыда чайханаларға қойдық қой, кафелерге қойдық. Бір стакан 30-40 стакан өтіп жатыр. Күнне? Күнне, ол алғашқы уақытта, бір 2-3 күннің өзіне. Қазір одан көп шығар, уже 50-60. Бір стаканна неше қосыпты? Бір стакан 450-ден сатып жатыр. Бір стаканның өзіндік құны қанша? Өзіндік құны 100 теңге деңізші. Сіздерден алған адамдар оны қаншадан сатып отыр сонда? Оларға қанша теңгеден барды? Үстіне 50 теңге қояды.
50 теңге. Иә, үстіне 50 теңге қояды. Біз дилерлерге бір бағаны қоямыз. 50 теңге, 130 теңгеден төмен сатпайсыздар. Ал чайханалар оның үстіне бірге бір қосып жатыр ма сонда? Бірге бір емес, бірге 2-3 қосып жатыр. 650 теңгеден сатып жатыр. Қандай чайханаларда тұр қазір? Келінде, Тамшыда, Мұзда тұр. Үшеуінде тұр да? Іште Енді олардың да кейстері бар, оларды да көрсетіп, кадрмен қосып кетсе болады. Олардың да иелері өте жақсы кері байланысады, яғни қарап бірден барды, сол күні кешке нәтижені шығарды, яғни тапсырыстар осы чайға өзгерді. Биыл енді сіздерге видеоны жылдың басында айтқанбыз, ол Қарақшай біздің Қазақстанға хит болып кіріп жатыр деп. Бірақ дәмін көргендер бар, көрмегендер бар, бірақ Кербез ханымдардікі өте ерекше болып кірді. Сондықтан енді қазір нарық бар деп айта аламыз ба? Нарық бар, халық қанит деп айта аламыз ба? Үлкен супермаркеттер бар ғой, соларға мына 1-2 коробка алған кісілер бар предлагать еткен уже. Бұның өзі біз үшін үлкен нәтиже. Алып келіңдер, аламыз деген. Бірақ оған қаражат керек. Оның жаңағы складында бір 2-3 тонна артық болу керек. 5 тонна тұру керек артық. Иә. Қолдарына товар беріп, сол бүкіл смол болсын, басқасы болсын супермаркеттерге бәріне беретін қолында товар болу керек. Сол кісілер осы Қарақчай арқылы табысыңызды еселесеңіз болады. Негізі бір фурадан қалатын пайда, енді сіздер 70 миллионға алсаңыздар, 60-65 миллионның арасында таза пайда тапсаңыздар болады. Оның толыққанды есебі бар, мына жерге қойып кетсек болады. Енді өздеріңізде қараңыздар, 1 миллионнан аса стик беріледі, 1700-ге жуық коробка чай келеді. Олар мынау бір мысалға біз дилерлер болады әр қаладан. Солар мынаның ішіндегі стик аша берер ме? Мына стикті бізден фуралап алған кезде оның бағасы төмен болады. И бұның үстіне каждый стикке 50 теңгеден қосады. Сіздер сол 50 теңгелік майдамен есептедіңіздер ғой, пайдамен? Иә, 50 теңге пайда. Біз бүкіл қаладағы дилерге айтамыз, 130 теңгеден төмен сатпайсыздар. Олар 150-ден стама, 160-тан стама өздері біледі. Бірақ біз бағаны ұстап тұру үшін, дилерлер жақсы пайда көру үшін 50 теңге каждый дилер қоя алу керек минимально. Енді оны сіз бір фура жаңа 170 1750 коробкаға көбейтесіз, сонда өзінің бағасы шығады. Сонда таза пайдасы 58-56 миллион теңге болады. Бір айда сол фураны айландырып отырсаңыз, яғни бір айдағы оборотыңыздың өзі 132 миллионның арасында болады, және пайдасы өздеріңізді қарап отырсыздар 35-40% таза маржаға отыр. Енді Қарақчайдың нарығы толық жасалмаса да бір 15-20% қазірге рынокқа кіріп жатыр. Ең бастысы спрос бар. Бұл чай күнде өтеді. Менталитетке ұнады. Халыққа келді. Үлкен-үлкен сайттар алып келіңдер қоямыз деді, спрос бар, қойып жатыр бізде дилерлер. Бізге енді дилерлер керек. Біздің товарымыз алғашқы бүкіл Қазақстанға жеткен жоқ. Алматы бізде бос, Астана бос, Шымкент бос, мегаполистің бәрі бос десеңші? Иә, бос. Одан кейін бізде Қарағанды бос па? Қарағанды бос. Бос қалалардың тізімін номер арқылы толыққанды ала аласыздар. Одан кейін енді Қарақчай кіріп бір чулатып еді, енді бұл кісілер қазір мына капучиноны кіргізейін деп отыр. Бұл капучиноны жаңада айтып кеттік қой, жалпы Қазақстаннан бөлек 20-30 мемлекет бұны алып отыр. Бұны да біздің нарыққа кіргізу жоспарларында бар, яғни бұған да бөлек дистрибьютор керек. Бұған да бөлек дистрибьютор керек. Мынау капучино, мынау өте дәмі мықты, артында шоколады бар. Мына сіз жаңа іштіңіз ғой. Мыналар өте жақсы сатылады супермаркеттерде. Артында шоколад қоса ма сонда осы? Иә. Ең бетіне сеуіп қосады. Көмік болып тұрған сол екен ғой? Иә. Мынаның дәмі мықты, өзіңіз іштіңіз ғой. Мынау 3 в 1. Бұлар енді күнде сатылады магазинде. Біздің енді өнім ең мықты сатылатын өнімдер осы чай, кофе ғой. И күнде ішіп отырады да адамдар. Ең бастысы біздің Қазақстанның талғамына келіп тұр да, шыны керек. Иә. Өйткені кейбір жердегі дәмді көресің, сол халыққа ол жақсы ұнайды, бізге келген кезде өтпей қалады ғой. Саған ұнаған зат барлық жерге ұнай бермейді. Бірақ енді Қазақстанда бұл бізден бірінші бөлімде естеріңізде болса 70 мың теңгеден бердіңіздер. Қаншама адам алды. Бірде-бір адамнан кері қайтқан жоқ. Алған адамның бәрі керісінше тапсырыс берді 50-60%. Яғни рынокта сұраныс бар, халыққа ұнады, біздің елге дәм талғамына сәйкес келді бұл шайлар. Одан кейін тағы бір бұл жерде 5 түрі бар ғой. Сол 5 түрінің мықты өткен түрінде айтып кетейін, енді ашық, иә. Оны халық сұрап отыр. Кардамон өтті, шафран өтті, масала өтті. 3 түрі өте жақсы өтті. Лимон өтпеді ме? Имбир ол күн салқындағанда простудаға өте жақсы көмектеседі екен. Күн салқындағанда имбир спроста болады. Одан кейін жаңағы бізде тағы да бір түрін не етіп отырмыз, қантсыз, яғни шекерсіз түрі. Тура осы Қарақчайдың неде қантпен болса, мынау диабетиктерге тағы. Балаларға, қантсыз шай ішетін кісілердің барлығына
арналған. Бұнда дәмі өте керемет өте дәмді, өте жақсы дәмі. Яғни таңдау өте көп. Одан кейін мынандай стакан түрі бұйыртса кіре ме бұларда? Кіреді. Мынаны былайынан ашқан кезде астында чайы дайын, үстіне суын құяды. Иә. Қасығымен араластырады, басын шабады. Өзіңізбен алып жүргенге әдемі чайы да дайын. Яғни толыққанды ассортимент бар. Тек қана мынандай түрінде ғана емес, егер қаласаңыздар өзіңіздің брендіңізбен де жасауға болады да. Оны да келісіңіздер ме? Оны қазір неге қойып айтайық та? Оны өзінің қаппен тұрады ғой. Онда сол жерге барғанда жалпы жеке брендпен чай жасатам деген адамдарға да арналған керемет ұсыныс бар. Бұл ұсыныс сіздерге Кербез ханымнан емес, тікелей фабрикадан шығып отырған ұсыныс деп айтсақ болады ғой былайша кезде. Одан кейін каракчай бойынша біздің видеодан кейін көптеген адамдар келіп кетіпті. Келіп кетті, хабарласты заводқа. Бірақ дистрибьютор сіздерсіздер. Біз. Яғни құрметті көрермендер, каракчайға дистрибьютор Қазақстанға официально бұл кісілер. Сондықтан осы кісілер арқылы ғана тікелей байланысқа шыға аласыздар. Құрметті көрермендер, енді жаңа дистрибьютор деп жатырмыз ғой. Дистрибьюторлерге алтын сырға дегеніміз мына қараңыздаршы, арт жақта, жалпы мына алды жақта. Бұл өндіріс орны не өндіреді, не шығарады. Тек бір каракчай мен бір капучиномен шектелмеген түрі бар ғой. Қанша түрлі ассортимент бар бұл жерде? Ассортимент көп, бізге өтетін, халыққа өтетін біз өзіміз ішінен таңдап алдық қой. Негізі шығаратын заттардың өнімі түрі қанша? Abi, sizde bu burasında kaç produkt çıkabilir, yani yapabilirsiniz? Kaç? 10, 20? 200 kaç model? Model. Evet. Evet, hepsi. Şu anda güncel olarak 110 tane ürünümüz var. 110. 110. 110'dan biz Барлығы чайге қатысты 110-ға 110 кофесі бар, бәрі. 110 түрі бар ма? 110 түрі бар. Мынандай түрлер көп қой, анасы, мынасы, банкыдағысы. Мынау енді жаңа дистрибьюторларға көрсететін түріміз. Ассортимент 110 болса, енді оның бәрі келе бермейді, бірақ Қазақстанға келеді деген кіргізсек болады. Мына дүкенге қойғанға қараңыздар, ыңғайлы. Одан кейін мен мыналарды да дүкенге қойғанға өте ыңғайлы. Біздің енді шығарып тұрған продуктымыз 5 түрлі каракчай. Біз дилер қазір іздеп жатырмыз. Әр қаладан бізде Алматы, Астана, Шымкент, Тараз, үлкен қалалар бос. Батысты алып қойды уже көбісі. Бізге каракчайдың 5 түрі, оның ішіне ходовой, кардамон, масала мықты екен. Осы бірінші партияда көрді, халыққа өткен. Одан кейін капучино өте мықты өтеді, дәмі де мықты. Тоже дилер іздейміз. Одан кейін 3 в 1 кофе. Бізде 2 түрі бар. Бұл кісілерден сұраған кезде лесной орехтың вкусымен да, негізі ходовой өтеді дейді. Бірақ екеуін де алып барамыз. 3 в 1 кофелар бізде күнде магазинде сатылады ғой. Бағасы бұның 35 теңге ма, Рома? 35. Мына 35 теңге. Мынаның бағасы қанша? 85. Сіздер беретін баға 35 қой? Иә. Бұл өте арзан баға. Қазақстанға ұлан. Қазақстанда 85-90. Прямой келіп, Алматы қаласына кіргенде 35 теңге болады. Жаңа налог демекші, жаңа сіз айттыңыз ғой. НДС. Коробкалармен есептедіңіз ғой, сол кезде қанша шықты жаңа қарақтікі? Қарақтікі 60 миллион ба? 75 теңге ма біреуі? 74 теңге шықты. 74 теңге. 74 теңгеге логистика, налог бәрі кірді ма? Ол кезде мынандай момент бар ғой, үлкен крупный алатын болса, жарты фура алатын кісілерге 73 теңгеден айналады. Барлық шығыны соның ішіне кіріп кетті, 75 теңгеге. Иә, 75 теңге. Онда әдемі екен. Мына 35 теңгеге мына ішіне бәрі кіріп кетеді. Бәрі. Енді бұны үстіне қанша қосып сатады сонда? 30 теңге қосып сатады. 60 теңге өзі сата береді ғой. Бізде 3 в 1-дар дүкенде қанша тұрады қазір? 85 теңге, 90 теңгеден көрдім. Содан бастала ма? Иә. 3 в 1. Мынау капучино, бірақ мынау сияқты емес, бұның артында шоколад бар, бұл қымбатырақ жүреді. Бұл мықты енді. Бұлар 85 теңге, өзінің бағасы. Маржа жақсы болып тұр онда, е? Маржа, мынау мықты өтеді деп бұны бәрі айтады. Мыналар мықты өтеді екен ол. 35 теңге бағасы. Алдың саттың кете береді. Үстінен 10-15 теңге көргеннің өзінен енді есептей беріңіз, бір фураның өзінен бірнеше миллион болып тұр ғой. 50-60 миллион болып тұр тоже. Бұл завод, құрметті көрермендер, 32 мемлекетпен не қателеспесек жұмыс істейді? Жоқ, 35-30, уже 40 мемлекет болды. Жаңа мемлекеттер қосылды ғой. Жаңа мемлекеттер қосылды ма? Иә. Біздің YouTube арқылы СНГ-да біраз мемлекеттер қосылып кетті. Иә. Кербез ханым себепкерлігімен. Өткен выпусктан яғни бірнеше қалалардан дистрибьюторлар келіпті. Оны енді біз емес, бұны осы заводтың иесі айтып отыр. Сондықтан енді біздің YouTube каналды басқа шетел мемлекеттен көріп, орысшаға дистрибьюция алып отырса, көріп отқан адамдар сіздерге де дистрибьюторлар құлақтарыңызға алтын сырға. Міне, жақсы өнім, жақсы дүние, көрдік, іштік, жедік, Қазақстанға кірді, дәм тұзын көрсетті. Қазақстанға кіруі де бұл кісілерге
жаңа нарық не болғаннан кейін ол жолды өттіңіздер. өттік, Яғни өте логистиканы да Иә. шештіңіздер ғой. шештік, бәрін шештік қой. Енді алғаш тәжірибе болды, бірінші Тәжірибе пробадан бәрі аман есен өтіп кіріп шықты. Енді Қазақстан арасында жол жасалды деп айтсақ болады. Жасалды. Барлығы таможнядан өтті, Қазақстанға бұл продукт кіре алады спокойно. Халыққа өтті, дәмін көрді, нарықта анализ жасады біздің дилерлеріміз. Товарымыз Сұраныс бар. жетпей қалды. Иә, товарымыз Одан кейін жетпей қалды. мынандай дүние бар екен, мыналар. Бұл жаңағы кафелерге қоюға болады. Кофе не қой, карак шайдың машинасы. Бұның да маржасы бұл жерде қаншадан 750-850 мың теңгеден бір стаканын сата бересіз. Сонда мынаның өзінің бағасы жаңағы 75 теңге болса, бір карак шайдың бағасы, мынамен сіз 750-850 мен сатасыз кафелерде. Мына өте әдемі екен онда. Бізде енді қазір мынаның заводына барайық. Өндіріс орны. Иә, өндіріс орнына барамыз. Одан кейін біздің уже ұлан товарымыз дайын. Бір фурамыз, заказымыз қазір складта тұр. Ертең понедельник отправка жасаймыз. Товар дайын. Алам дейтін кісілер болатын болса, хабарласыңыздар. Дилер болам дейтін кісілер хабарласыңыздар. Онда қазір өндіріс орнында ары қарай жалғастырайық. Иә, Сол осы жерден. сол. Құрметті көрермендер, қазір біз енді қоймаға келдік, складқа. Бұл жерде бүткіл мемлекетке, біраз мемлекетке де товарлар тұр, қосымша Қазақстанның да өнімі осы жерде тұр. Өткенде келген кезде біз қойманы түсіре алмағанбыз, бірақ өндіріс орнын түсірдік. Қойманы түсірмес себебіміз ол кезде бұл жерде Кербез ханның дайын өнімдері болмады. Дайын болған жоқ ол кезде біз очередь алдық, бір ай күттік, ұзақ болып кетті. Ол кезде яғни нөлден басталды бұл кәсіп, яғни. Каракчаймен танысты, бұл кісілер дистрибуцияны алды, Қазақстанға кіргіземіз деп шешім қабылдады. Одан кейін бізді шақырды. Иә. Халықтан ақша жиналды. Ақша жиналды, біз заказ беріп қойдық, бір 30% төледік, соны ақша жинап, полный суммасын шығарып, содан кейін заводқа төлеп, товарымызды алып, сөйтіп Қазақстанға алып бардық. Ол біраз уақыт алып қалды. Көп адам айтады, нөлден кәсіп бастауға болмайды, мүмкін емес. Міне мүмкін. Турцияда жүріп, нөлден кәсіп бастады, бір тиынсыз ақшаның бәрін видеоға шығып, халықтан жинап, көрмеген, естімеген дүниені ел сатып алып, үш жерден тапсырыс халық беріп. дәмін көрмей, каракшайды біз почти бір фурамыз сатып жібердік қой. Қазақстан кірмей тұрып. Елден ақша алып, сол ақшаға оборот жасап, соны халыққа апарып, сол кісілерге ұсыну арқылы. Ішпеген, ұстамаған нәрсесін елдер сатып алып, сеніп. Міне біздің қазіргі енді дәмін көрді, халыққа өтті, магазиндерге өтті, дилерлеріміз алып, өздерінің товарларын сатты, ешқандай негативсіз чайымыз міне Қазақстан сипарышы деп тұр. Міне Қазақстан тапсырысы деп тұр. Camel Karak Tea. Міне 5 түрі, мынаның барлығы біздің заказымыз. Бір фурамыз 21 тонна кетеді Қазақстанға. Бұл енді бұйырса, яғни алам деген адамдарға қазір алсаңыздар, бұйырса алдағы уақытта сіздерге барады. Өткендегідей жиналып, одан белгілі бір деңгейге шығып, одан өндіріс орнына беріп, өндіріс орнына оны кезегімен өндіріп, қоймаға қойып, одан сіздер шақырып, одан кейін Қазақстанға кеткен болады. Бұл жол бұл процестің бәрінен өтіп кетті ғой. Өтіп кетті. 20 сентябрь күні уже Қазақстанда болады товарымыз. Енді бұл жолғы енді әңгіме өткенде біз естеріңізде болса, жаңағындай халықтың арқасында 50 мың теңгеден бастап жиналған болатын сол кәсібіңіз. Енді сол ұсыныс әлі бар ма, әлде тек үлкен адамдарға жұмыс істейсіз бе? Бір коробкадан бастап бір фураға дейін заказ бере берсеңіздер болады. Бір коробка қанша теңге? 55 мың теңге. 55 мың теңге. Оның ішінде неше штук бар еді? 600 стик болады. 600 стик болады. 5 түрінен алсаңыздар да болады, дәмін көрем деп. Араластырып. Иә, араластырып. Енді бізде алғашқы уақытта дәмін көрейін, сұранысты көрейін деді, сұраныс мықты. Бізде дилерлеріміз алған батыс жақтан біраз қаланы алды. Алматы бос, Астана бос, Тараз бос, Шымкент бос, бізге дилерлер қажет. Дистрибьюторлар керек қой, қысқасы. Осы салада жүрген, қолдары ұзын, тәжірибелері бар, обороттары бар, дүкендермен жұмыс істеп жүрген, яғни осы салада үлкен ақша тауып жүрген адамдар болса, тамақ саласы, тамақ саласында әрқашан ақша көп. Одан бұл дүкенде тұратын, сатылатын дүние болғаннан дүкен не көп, дүкен көп. Әрбір 5 метр сайын, 20 метр сайын дүкен, яғни күнделікті кіріп жатқан халықтың саны да көп. Енді күнделікті қолданыстағы дүние болғаннан кейін қолдары ұзын, ақшалары бар, тәжірибелері бар, мықты дистрибьюторлар болса, жақсы салаз деген. Бізде көбінесе дистрибьютор Ресейден, Қытайдан бір өнімдер әкеліп жатады ғой бар. Дистрибьюция алып, келісімшартқа отырып, сертификатын жасап, бұл жерде ол жұмыстың бәрі өтіп қойған. Біз тек қана өзіміз Алматы қаласына тікелей официально өзіңіз бола аласыз да? Иә, бүкіл супермаркет, оптовиктердің барлығына сіз ғана, сол бір қалаға біз договорға отырамыз, сол дилерге барлық мүмкіндікті береміз. Сіз ғана үлкен сайттарға осы чайды таратасыз, кофені таратасыз, оптовиктерге таратасыз. Бір чаймен шектелмейсіз, алдағы уақытта линия түрі
көп. Тек көбейе береді. 110 түрі бар, оның бәрін кіргізбесек те, бір енді 20-30-ын кіргізсеңіздер де ол жаман емес. Жақсы. Сондықтан құрметті көрермендер, алам деген адамдарға міндетті түрде тонналап емес, 50 мың теңгеден 70 миллион теңгеге дейін алсаңыздар болады, ақшаңызға қарай. 50 мың, 55 мың теңге бір коробка сынаңыз, болмаса 70 миллионға бір фурасын алып, осы кәсіпті бастасаңыздар болады. Дәл қазір онда өндіріс орнына қарай жүреміз. Өндіріске барайық. Біз енді келесі қосымша шығарып жатқанымыз капучино, жаңа дәмін көрген и 3 в 1 соны қазір заводта өндіріліп жасап жатыр, сол процессті көрсетейік. Бір жақсысы офисі да, заводы да, өндірісі де, қоймасы да барлығы бір аумақта тұр. Алыс емес. Бір фурадан. Иә, бір фурадан бір 70 миллион, 60-70 миллион теңге көреді ғой. Таза пайда. 50 миллион, 60 миллион. Artık sonra birikiyor, oradan topluyorlar. Anladım. Бұлай дейді, мына жерден бардакты алады, мына жерге шайды құяды, сөйтеді. Түрлеріне байланысты құяды. Иә. Bir жасаған кезде bir түрін жасайды. Ellerini sokmasınlar içeri. Çalışılacak şimdi elini sokmasınlar. Иә. Ulan bir жасаған кезде бірінші кардамон жасап алады, бітіріп тастайды да, екіншіне араласып кетпейді. Иә, мына құйып жатыр. Қазір осыны құйып алады. Одан кейін мына жерде бетін жабады, күлелейді бетін. Бетін күлелейді, ары қарай алып барып, ана крышкасын жабыстырып ары қарай алып кетеді. Күш айтып кетеді. Бұлар тоже алдында бізде видео шықты қой, сол кезде осыны көп тұрады бардакты. Тоже жақсы сатылады дейді ғой, дилерлер бар ғой, бізге хабарласқан. Осыны көп тұрады, келесі заводда болады деді. Құрметті көрермендерімді өндіріс соңын сіздерге көрсетіп, бірақ толық ашамаймыз өйткені кесіп салу керек болады. Ал станоктар бұлардың өздерінің жеке жасаған дүниелері болғаннан кейін оны көшіріп алулары мүмкін. Қазір енді ұсынысқа қарай өтейік, оны тыныш жерде сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Құрметті көрермендер, тур жасадық біраз уақыт. Өндірісті көрсеттік, қайтадан капучиноны көрсеттік, қойманы көрсеттік, дайын тұрған өнімді көрсеттік, пайданы есептедік, шик ассортиментпен таныстырдық. Енді біраз зат көрсеттік деп ойлаймыз. Қорытындылап кетсеңіз, осымен видеоны аяқтайық. Қорытындылағанда бұл алғашқы партияны алып бардық, дәмін көрді, дилерлер алды, нарыққа ұсынды, дәмі өтті. Алған кісілер ешқандай возврат болған жоқ, дәміне қатысты ешқандай негатив болған жоқ. Алған адамдар өздерінің ақшасын ақтады, үстінен пайдасын көрді. Бізде пайдамызды көріп жатырмыз. Бізбен жұмыс жасағысы келеді. Бәрі риза десеңізші? Иә, бәрі риза. Бұл кісілер ең алғашқы біз атаға барған кезде, ол ата айтқан. Бұл өнімді ол бір ауыз айтты. Бұл өте өнім мықты, өз-өзін сатады. Жақсы пайда көресің, халыққа өтеді деп сөйтіп айтқан. Тура сол айтқандай болып шықты. Аллаға шүкір. Енді біліп сөйлейді ғой, енді 25 жыл осы салада. Иә, 25 жыл қаншама ол кісі қатты көп әңгімеде айтқан жоқ бізге. Мықты өнім, сенен алған адам да баянат деді, яғни ұнайды, риза болады деді. Тура солай болды, ешқандай негатив жоқ. Табысты бизнес бастаймын дейтін болсаңыздар, бізде бірнеше үлкен қалалар бос. Бізде капучино, каракчай, 3 в 1 ең мықты деген 110 өнімнің ішінен мықты сатылады деген үздіктер. Иә, үздіктерді Қазақстан нарығына өтеді деген үздік өнімдерді шығарып отырмыз. Қысқасы толық ақпарат номерге хабарласу арқылы алластар қайталап айтайық, 50 мың теңгеден 70 миллионға дейін товар тапсырыс берсеңіздер болады. Яғни 20 килограммнан 1 тонна, 2 тонна, 5 тонна, 10 тоннаға дейін алам десеңіздер, ешқандай шектеу жоқ. Капучино болсын, каракчай болсын, каракчайдың ішіндегі ең жақсы өтетін Қазақстанға 5 түрін жіберген болатын. Соның ішінде ең ходовой 3 түр болып шықты. Кардамон, масала, шафран. Иә, сол енді қалған 2 түрін алудың да қажеті жоқ. Осы 3 түрмен ғана жұмыс істесеңіздер, нарыққа ұнады, эксперименттен өтті, нәтижесін шығарды. Енді ары қарай өздеріңіздің жұмыс әрекеттеріңізге байланысты. Номерге хабарласу арқылы барлық ақпаратты біле аласыздар. Видеоны аса жүрек басыңыздар, пікір жазыңыздар, және де таратуды ұмытпаңыздар. Пікір жазған адамның ішінде 1-2 пачка сыйлық беріп кетсек бола ма? Болады. Пікір жазып, сторисына белгілеген адамдардың ішінде. Сторисына белгілеген адамдарға капучино бір ассортимент қып жасап береге. Капучино, каракчайдың жаңағы 5 түрін сөйтіп бір коробка сыйлыққа береміз. Өздеріңіздің стористарыңызға белгілеп, стористарыңызға салып, видеоның астына пікір жазып, лайк басып кетсеңіздер,
еңбектеріңізге бұйыртса жақсы бір 30 осындай береміз. Оны толық адамға берейік па? Кербез ханның инстаграм каналында анықтайтын болады. Аккаунтты осы жерге қалдырып кетеміз. Қысқасы, сіздермен болған Ұлан Құрбанғалиев, сала таңдау каналы, сала іздеген адамдар, жалпы дистрибьюторлар, таныстарыңыз болса осы видеоны міндетті түрде бөлісіп отырыңыздар. Сау, саламат болыңыздар. Рахмет.